Қарқаралы ауданы облыстағы ірі ауыл шаруашылығымен айналысатын аудандардың бірі. Негізгі бағыты ауыл шаруашылығы болғандықтан, аудандағы халықтың басым бөлігі ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысады. Алдымызда тағы бір өте маңызды міндет тұр. Бұл агроөнеркәсіп кешенінде нақты серпіліс жасауымыз керек. Ауыл шаруашылығы саласының әлеуеті орасан зор. Біз алдағы 3 жыл ішінде агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізуіміз керек. Бұл нақты міндет. Ауданымыздың экономикасын дамытудың маңызды бағыттарының бірі агроөнеркәсіп кешені болып табылады. Міне 2023 жылда аяқталуға жақын. Биылғы жыл аудан еңбеккерлеріне оңайға соққан жоқ. Соған қарамастан, еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, отырған шаруалар еңбегінің де маңызы артып келеді. Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің өсу қарқынының оң динамикасы байқалады. Биылғы жылы 45,9 мың гектардан астам дәнді дақыл себілді. Оның ішінде 30,1 мың гектар бидай, 14,2 мың гектар арпа, 1,6 мың гектар сұлы, жалпы 13 мың тонна астық бастырылды. Осылайша 2023 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша барлығы 54 миллиард 406 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Өнім көлемі мал шаруашылығы бойынша 40 миллиард 500 миллион теңгені, өсімдік шаруашылығы бойынша 13 миллиард 900 миллион теңгені құрады. 2023 жылы шегіртке тектес зиянды организмдерге қарсы жалпы көлемі 16 мың гектарға, оның ішінде 9,2 мың гектар саяқ шегіртке зиянкестеріне, 6,8 мың гектар үйірлі шегіртке зиянкестеріне қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізілді. Өсімдік шаруашылығында деградацияға ұшыраған жерлерді қалпына келтіру мақсатында ауданда пилоттық жоба ретінде Ынталы, Нұрмақов, Абай ауылдық округінде жалпы алаңы 1019 гектар елді мекен жерлеріне көп жылдық шөп егу қолға алынуда. Ынталы ауылдық округінде 500 гектар жерге көп жылдық шөп егу, жайылымдарды қалпына келтіру жұмыстарын Медет Групп жауапкершілік серіктестігі атқаруда. Қуаң жерлерді, тозған жайылым жерлерді қалпына келтіру бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл енді осы мақсатта облыстық бюджеттен 85 миллион теңге қаржы бөлініп, Қарқаралы ауданында 1000 гектар 3 селолық округта жайылым жерді қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілді. Мемлекеттік сатып алу жұмысы жүргізіліп, 2 мердігер қатысып, бүгінгі күнге жұмысты бастап отыр. Өте дұрыс шаруа деп атамыз. Енді оның үстіне мына бастама деген мына егістік, мына шөп қазіргі мына биыл енді көрдіңіз, жауынның өзі кеш жауып, меншікке шөп шабылмай қалды. Шөп шабылмай қиындау болып, шөптің несі бар қиын болғаннан кейін мына бастама өте жақсы екен. Мына жеріміз, например, тозған 30-40 жылдай бұл жерге түк егілмеген. Нұрмақов ауылдық округінде 219, Абайдық ауылдық округінде 300 гектар, барлығы 519 гектар жерге көп жылдық шөп тұқымын егу жұмыстарын Атамұра Табыс жауапкершілік серіктестігі қолға алды. Ауылдық округ бойынша 131 мың гектар жеріміз бар, оның ішінде 42 мың гектар жайылымдық жерлер. Биылғы жыл мал есебін, мал санағы бойынша 3,5 мың бас ірі қарамыз бар, 9 мыңға тарта қой ешкіміз бар, 2,5 мыңдай жылқымыз бар. Енді осы жоба шыққалы қазір тозған жерлердің шешімін табылып жатыр. Биылғы жылы ірі қара мал 108,7 мың басқа, қой, ешкі 162,4 мың басқа, жылқы 91,8 мың басқа жетіп, бұл былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 5-13%-ға өсіп отыр. Сондай-ақ, бірінші қарашаға 16,9 мың тонна ет, 60,8 мың литр сүт, 7,7 миллион дана жұмыртқа өндірілді. Аудан еңбеккерлері бүгінгі таңда мемлекеттік ұсынып отырған жеңілдіктерін ұтымды пайдаланып, шаруаларын дамытуға ерекше ден қойған. Еліміздің агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және Қазақстанда жалпы ауыл шаруашылығы саласын дамытуға арналған агробизнес бағдарламасымен Қарқаралы несие серіктестігі арқылы 16 шаруа қожалығы 248,4 миллион теңгеге ауыл шаруашылық техникалары мен жылқы малын сатып алды. Көктемге егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін кең дала бағдарламасы арқылы 4 шаруа қожалығы көктемгі дала жұмыстарына
67,8 миллион теңгеге. Іскер бағдарламасы арқылы 13 шаруа қожалығы мен 8 жеке кәсіпкер 105,7 миллион теңгеге ұсақ мүйізді мал мен жылқы малын сатып алды. Қазагро қаржы акционерлік қоғамы арқылы 32 шаруа қожалығы 522,2 миллион теңгеге, ал аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы арқылы 1,426 миллиард теңгеге ауыл шаруашылығы техникалары сатып алынды. Биылғы жылы ауыл аманаты жобасы іске қосылды. Аталған жоба ауыл тұрғындарына 5-тен 7 жылға дейін мерзімге 2,5% жеңілдікпен несие алуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның негізгі мақсаты төмен пайызбен несие беру арқылы ауыл халқының табысын арттыру, табысы төмен халықтың және жұмыссыздар санын азайту. Осы жобаға сәйкес бүгінгі күнге 101 адамға 624,1 миллион теңге несие берілді. Оның ішінде 28 миллион теңге мал бордақылауға, 402,2 миллион теңге жылқы малын өсіруге, 27,2 миллион теңге техника алуға, 146,2 миллион теңге ірі қара мал өсіруге, 20,5 миллион теңге ұсақ мүйізді малын өсіруге берілді. Айқұдың қазақ елі, мен түсіндік мақсат Қарқаралы ауданының Балқантау ауылдық округы Қарабұлақ ауылының тұрғынымын. Биылғы жылы ауыл аманаты бағдарламасына қатысып 7,5 миллион сомасында қаражатқа несие рәсімдеп 15 бас жылқы малын алдым. Алдағы уақытта мал басын көбейтіп, шаруашылық көлемін ұлғайтуды жоспарлап отырмын. 2,5% несие алу үшін өте тиімді ауыл аманаты жобасын жүзеге асырып, және ауылдың дамуына серпін беріп отырған мемлекеттік бағдарламаға айтар алғысымыз шексіз. Биылғы жылы ауданымызда асыл тұқымды ірі қара, қой өсіретін репродуктор шаруашылықтар мал бордақылау алаңдарын салып, іске қосу жөнінде жалпы сомасы 1,1 миллиард теңге көлемінде 4 инвестициялық жобалар іске асырылды. Соның бірі ауданымыздағы ірі шаруашылық Қарынши шаруа қожалығы. Осы шаруашылыққа 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба арқылы бюджет қаражаты есебінен 2024 жылы өтірікші қыстағына дейін электр желісін тарту жоспарлануда. Осы основной бұл аткорм площадка салғамыз. Бұнда жылына сол 300-ге тарта жылқы байлаймыз, 100-ге тарта ірі қара, 1900 бастай қой аткорм жасаймыз, қой малынан. Барлығы сол өзіміздің малымыз өсіріп атқан. Баздарды аткорм площадкаларды салу үшін барлығы 511 миллион теңге жұмсап отырмыз. Оның енді жаңағы свет тартамыз деп отырмыз келешекте. Соның светтің құны 185 миллион. Енді үкімет өз көмектесеміз деп отыр ол жағына. Енді жаңағы 511 миллионның ішінде келешекте тартатын жаңағы арашение 2 фрегат сатып аламыз деп отырмыз келесі жаздан бастап. Сол 2 фрегатты жазда іске асырамыз деп отырмыз. Мал басын асылдандыру мақсатында да аудан бойынша біршама жұмыстар атқарылуда. Аудан бойынша 20-дан астам шаруашылық 4,9 мың бас асыл тұқымды мал өсірумен айналысып, шаруашылық құрылымдарды асыл тұқымды малмен қамтамасыз етіп, мал тұқымының іріленуіне, өнім сапасының артуына үлкен септігін тигізіп отыр. Атамұра шаруашылық қожалығы 2015 жылы құрылған. Қазіргі уақытта осы Абердин Ангус етті бағыттағы мал ұстап жатырмыз. 500 басқа жуық жылқымыз бар. 3000 гектардай егістік алқаптар, оның ішінде бір жылдық шөп егеміз, көп жылдық шөптер егіледі. Онан кейін дәнді дақылдар. Енді жалпы егіп жатқанымыз сол мал азығы. Жалпы бағыт плен продажа, осы Абердин Ангус осы маңайдағы шаруа қожалықтар алады. Асы малдарын асылдандыруға. Ауыл шаруашылығы саласына жыл басынан бастап 1,3 миллиард теңге инвестиция тартылды. Оның ішінде 400 миллион теңгеге асыл тұқымды ірі қара малын алса,
900 миллион теңгеден астам сомаға 113 дана ауыл шаруашылығы техникалары алынды. Жалпы аудан бойынша мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру барысында мал басын асылдандыру бағыты бойынша 503 миллион теңгеден астам инвестициялық салымдарды ішінара өтеу бағдарламасы бойынша 209 миллион теңгеге субсидия төленді. Ауыл шаруашылық еңбеккерлері жылдың қай мезгілінде болсын еңбек сапынан табылады. Науқаннан науқан ауыстырып, шаруаларын дөңгелетіп жатқан олар ауданымыздың дамуына айтарлықтай үлестерін қосып келеді. Бүгінгі ауыл шаруашылық қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде аталмыш сала мамандарын, дихандарды, механизаторларды, барша еңбеккерлерді шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз әрдайым еселі болып, мол табыс, зор жетістікке жете беріңіздер деп тілейміз.